Әсіресе мына дүкені бар адамдарға айтар едім, арам сатып отқан адамдарға, қайда барсаң онда бар. Шынымен айтайын, сол арам сатып отқан адамдар, сол арам бір күні бір жерін тесіп шығады. Арақ сататындар, мынау. Арақ сататындар, қараңызшы, біздің елді қалай құртқысы келген, кейбір адамдардың кезінде біздің елді қалай құртқысы келген жайлы айтып берейін ба? Әйелдерді шешіндір деді ғой. Бірінші әйелдерді шешіндіру керек. Оларды шешіндіру үшін не істеу керек? Әр қалада тапсырма болды бұл. Қазақстанның әрбір қаласында арақ заводы соғылсын деді. Бұл Таразда да бар. Бұл басқа жерде де бар. Шымкентте де бар. Мынау Шымкенттегі пивзавод, бұл біздің елдің қасіреті бұл негізі. Пивзаводым бар деп жетісіп жүргендерге айтайын, қайда барсаң онда бар. Бұл біздің елдің қасіреті. Неге? Өйткені пива деген нәрсе бұл арақтан да жаман. Адамдарда пиваға, сыраға зависимость арақтан да көбірек болады. Олар бұны жеңілдеу спиртной деп ойлайды. Бірақ бұда адамның, еркектің де, қатынның да гормонын бұзатын нәрселер бар бұда. Пивадан адамдар көбірек малға айналады арақтан көрі. Бірақ сол біздің елде тұр. Үлкен завод, бүкіл елді қамтамасыз етіп жатыр. Қараңыз, бірінші тапсырма мынау болды. Әр қалада арақ заводтары соғылсын деді. Соғылды, біраз уақытта. Кішісі де, үлкені де. Сөйтті да не істеді? Әр магазинге енді арақты таратыңдар деді. Сөйтті да таратты. Таратты ғой. Әрбір магазиндер толтырды. Енді кім ішеді бұның бәрін деп еді? Енді не істеді? Енді мейрамдарды көбейт деді. Мейрамдарды көбейт. День Рыбаков, день Мұғалимов, день медиков, медицини, день инженеров. Тағы не бар? Қандай маман? День строителей, день бездельников, день алкашев, день воров, день тупых. Енді былайша айтқан кезінде день бір бәле көбейе берді ғой. Байқайсыздар ма, Союздың уақытында день космонавтов. Анау қара жұмысшылар день рабочих деді, қара жұмысшылар. Өле, бізге де бір күн арналған екен ғой. Ойбай, бізді де елейді екен ғой деп өздерінше мәз болып қалды. Біздің күніміз бар екен ғой. Сөйтіп не істеді? Осы күні мынау Союздың уақытында мынау жұмыс істейтіндер бар ғой, не деді оларға? Осы күндері оларға демалыс берді, басып ішіңдер деді ғой. Оларға ішу уәжіп тұғын сол кезде. Ішпегендерді жұмыста қудалайтын оларды. Қудалайтын. Сөйтті да не істеді? Анау строительдер, день строитель деген күні мал болып ішті. День медицини деді, медиктердің бәрі қуды сол күні. День милиционеров деді, милициялардың бәрі қуды. Ойбай, день Мұғалимов деді, мұғалімдердің бәрі қуды бір бөлмеге кіріп алып. Сөйтіп келді, ақырында не істеді? Біз бүкіл мейрамдарымызды арақпен ішетін алкашқа айналып қалдық қой біз. Өтірік емес қой. Біз қазақ сондайға айналдық, кейбіреулері. Қуанышымызды арақпен тойлайтын болып қалдық. Жақсы көретін қонақтарымызды арақпен сыйлайтын болып қалдық. Ойбай, ұят болады, әкел, ұят болады. Құда ғой, Құдай ше, Құдай тұра тұр, омен кейін 60-тан кейін шешіп аламыз. Құдай 60-тан кейін үйтіп әйтір бір бәлеп келісіп алармыз. Құдада ниет болмасын деп, Құдайдың құдіреті осындай дәрежеге жетіп қалдық. Тойды арақсыз істесейш, не бұл саған жаназама, Құдайыма, бұл қызық қой, бұл қызықкершілік қой. Ішіп осы күні бір тойламасақ не үшін жүріп? Айтып отыр шынымен. Милициялар погонын алған кезінде арақтың ішіне соны салып соны ішетін еді. Үсті-үсті бермей милицияларды кінәлап жатқан жоқпын. Біздегі қандай мамандық бар? Әрқайсысына күн арнап қойған еді ғой. Олардың бәрі сол күні бір мәз ғой, біз де адам екенбіз ғой деп, бірақ сол күні айуан болып ішетін олар ше. Сөйтіп не істеді? Ішетін күн бізге қазір енді әйтеуір ішетін күн болса болды, сондай болып қалдық та. Субханалла.
Мен бұны біреулерге тиісіп жатқан жоқпын, бауырлар. Біреу айтып жатыр, кеше осындай бір жігіттермен жиналдық та, уағыз қылып отырмыз. Мен оларға ұрсып жатырмын, жігіттер, бізде намыс болу керек, бізде елде қызмет болу керек, қыл керек. Қазір бізде жігіттер отырып аламыз да, жылаймыз да отырамыз. Кешегін айтып өкінеміз, кешегі өткенімізге өкінеміз. Ертеңді армандаймыз, ертең үйтсең, бүйтсең депше. Бірақ сенің бүгінің бар, бүгінді пайдаланбайды, бүгінде отыр сүмірейіп отырып ағамыз. Ең үлкен қателіктің біріншісі біздің ұтылып жатқанымыз. Біз кешеге өкінеміз, ертеңді армандаймыз. Бүгін қолыңнан келіп тұрған нәрсені істемейді, біріншісі. Екінші қателік біздегі адамдардың білімсіздігі емес проблема. Проблема адамдардың білімсіз екенін мойындамауы. Не дейді? Ақылды адам әрдайым білім іздейді деді. Ал ақымақ ше? Ақымақ іздемейді дейді. Неге десе, ол итак бәрін біледі ғой, ол дейді. Не алады ол іздеп? Білеміз, көргеміз, деп отыра береді да, оған бәрібір да. Сөйтсем, сол жерде бір жігіт айтады. Қажеке, дұрыс қой, сіз бізге ұрсып атсыз, үйтіп атсыз, бүйтіп атсыз, дұрыс қой. Бірақ енді мынандай сөз бар дейді. Қандай сөз? Негізі батыр боласын деп мақтау керек қой дейді. Мен айтып жатырмын, сен мына отырғандар жігіттер 35, 40, 45, 50-дегі жігіттер, сендерді мақтауға позна. Сен 40-та отсың, сен уже өзің кім екенін, қанша жерге шейін жететінін білесің сен уже. Сен көпке шаба алмайтынын да білесің. Мен сені қанша жерден сен батыр боласың деп, қанша жерден құлағыңнан тепсем де сен батыр болмайсың. Бұны кімге айту керек? Бұны үйіңде өсіп келе жатқан кішкентай балаңа айту керек. Сенен түк шықпайды деп, ол бейшараның аяғын байлай бермей, үйіңде кішкене өсіп келе жатқан балаңа айт, сен батыр боласың деп, бұл кішкентай балдарға айтылатын нәрсе. Мына 30-дағы 40-дағы жігіттерге, көшедегі бүйтіп ішіп алып күзір айт, қарағатын ойнап отқандарға сен батыр боласың деп айтсам, солар батырға айнала ма? Олар қайта жұлдыз ауруына шалдығады. Бәсемін деп ше, шалқасынан түседі. Бұл кішкентай балдарды айтады өйтіп. Сен батыр боласың, сен ғалым боласың, сен елге қызмет қылатын боласың деп, бұл кішкентай балдарға айтылатын әңгіме ол. Үлкендерге не істеу керек? Үлкендерге осып кезіндегі біздің аталарымыз жоқ қой. Біздің ана осып тұрып сөйлейтінше. Қазіргі аталар осайын десе, ана күзір айттан аспай қалған. Құдайдың құдіреті.